Атыраудағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысы ғаламтор байланысын орнатудың жаңа әдісін ойлап тапты. Бірегей жоба нәтижесінде кәдуілгі жарық шамдарын кең жолақты интернет алмастырғышқа айналдыруға болады. Өнертабыс тәжірибе кезінде өз тиімділігін көрсеткен. Талайды таңдандырған технологияның қыр-сырын тілшіміз зерделеді. Арсений теңдессіз құрылғыны 2 жылда жасап шықты. Зияткер оқушы өз туындысын болашақтың технологиясы болады деп сенеді. Тың құрылғының кереметі ақпаратты диодты шам арқылы кедергісіз тасымалдауға болады. Обычно все беспроводные способы передачи данных. Шындығында бүгінгі қоғам ғаламторға тәуелді. Сол себепті мен осы бағытта бірегей құрылғы ойлап таптым. Оның көмегімен интернет желісін түрлі шамдарға ауыстыра аламыз. Нәтижесінде көшедегі бағананың жарығы арқылы да бір құрылғыдан екінші құрылғыға ақпарат жолдауға болады. На различные расстояния. Ғылыми жұмыстың артықшылығын осы бағыттағы мамандар да мойындап отыр. Әмбебап құрылғыны түрлі өндіріс ошақтарында да пайдалануға болады. Жобаның проектінің перспективасы жалпы болашақта қандай жерде қолдану мүмкін. Мысалы, мұнай өңдеу зауыттарында, мысалы, Wi-Fi судың астына бармайтын жерде, мысалы, қарапайым электр шамын, фонарды, мысалы, фонарикті пайдаланып, судың астында да Wi-Fi-ді қолдану болады. Жалпы жарық қай жерге барады, сол жерде ақпаратты қолданып жіберуге болады. Жоба ойдағыдай жүзеге асса, қондырғының жылдамдығы секундына 5 мегабит болмақ. Бұл дегеніңіз әдеттегі ғаламтор таратқышпен тең көрсеткіш. Это позволит нам сэкономить на установке. Жоба қауіпсіз әрі тиімді. Мәселен, жарық төңірегінде тарайтын ақпарат қараңғы жерде лезде тоқтатылады. Тағы бір ерекшелігі, құрылғы базалық станцияларда тәулік бойы жұмыс істейді және энергия қуатын көп шығындамайды. Керісінше 50%-ға үнемдейді. Бастаманы жандандыру үшін инвестор қажет. Сонда ғана ғаламтор таратудың жаңа әдісі ел игілігіне жарамақ. Жандос Темірғали, Өнербек Жаңабай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Атыраудан.